Сәлем балақай. Қалың қалай? Бүгін бізге қонаққа Айсұлу мен оның қонжығы келді. Олар да сенімен бірге ертегі тыңдамақшы. Қане Айсұлу мен оның қонжығын жайғастырайық, ертегімізді бастайық. Бүгінгі біздің ертегіміз Арыстан мен Тышқан деп аталады. Арыстанның аң патшасы деп аталатынын білесің бе? Ол орманда аң патшасы деп аталады. Ертеде аң патшасы Арыстан орманда ұйықтап жатса, оның денесінен жорғалап бір тышқан жүгіріп жүріпті. Арыстан ұйқысынан оянып кетіп, тышқанға ызаланады. Ыза болып, оны қолымен ұстап алады да, өлтірмекші болғанда, тышқан оған жалбарынады. Құрметті Арыстан, мені өлтірмеңізші. Менің де бір пайдам сізге тиіп қалар. Мені қоя беріңізші, деп жалынады. Сонда Арыстан: сенің маған қандай пайдаң тиеді? Жарайды, мен сені босатайын, деп рақымшылығына бөлеп, тышқанды босатып қоя береді. Бір күні Арыстан орманда серуендеп жүріп, аңшылардың құрған торына түседі. Арыстан тордан босамақ болып, ары арпалысып, бері арпалысып, жан ұшырып ақырады. Бірақ тордан босай алмай қояды. Оны көрген тышқан Арыстанның қасына барады. Арыстан оған қарайды да: мынаған үстер лажың бар ма? деп сұрайды. Сол кезде тышқан өзінің өткір тістерімен тордың жібін кеміре бастайды. Кеміріп, торды үзіп, Арыстанды құрсаудан босатады. Бұған Арыстан таң қалып, тышқанға риза болып, өзінің бұрынғы істеген ісіне өкініп, тышқанға рахмет айтады. Содан бері тышқан мен Арыстан дос екен. Бұл ертегі бізге мейірімділік пен қайырымдылықтың шексіз екенін үйретеді. Қанша үлкен, күшті болып тұрсаң да, күнің бір күні кішкентай көмекке тәуелді болуың мүмкін екенін көрсетеді. Осымен мен ертегімді аяқтайын. Ал саған ұйықтайтын уақыт болды. Қайырлы түн тілеймін.